Сәлем, қызлар, балалар. Бүгін мен сізге мақтаншық тышқан малай турында әкиет сөйлейешекмін. Әкиетімізді башлайбыз. Яшәгән бір тышқан малай. Шул тышқан малай күннәрдән бір күнне бақшада шалқан тапқан. Шалқанның құйрығы бар екен де. Құйрық бик ұзын, матур, сығылмалы болған. Міне, ишмасам бұл құйрық десең де құйрық. Мұндай құйрығым болса, бүтін тышқан малайларынан ұздырыр едім. Меніке шекілі құйрық бір кімде де болмас еді, деген шыққан малай. Шунан соң ол өз құйрығын ташлағанда, оның орнына шалқан құйрығын тағып урамға шыққан. Имақтана дейкен бұл. Құйрығын шыбырқы шықылы. Шартта шырт кетіріп, ұңға да сілкі, суға да сілкі екен. Бүтін тышқан малайлары аннан сұрыйлар. Қойын алдың, мұндай тәмілі еслі құйрық. Бұл тәмілі еслі құйрық түгіл, бұл ең яқшы құйрық, деген мақтаншық тышқан малай. Шуннан ол үйлеріне қайтып кеткен, һәм йоқларға ятқан. Түн жеткеш, ол йоқсынан уянған. Уянғаш, не ішлеген дейсіз ме? Мұнсын менің дусларым сөйлерлер. Бәтін сыны мақтанып ергенге тышқан малайы өзіне яна кәрігінен қалаққаға. Кіші бір нәрсе емеске керек. Тышқан малайы саташып, өзіне деп ізгін, шалқан яфрағын, өзеук ашап ташлагын. Міне шунда анем хатасы. Хәзер инде әкиятне мин дәвам итәм. Шулай итеп, төн җиткәч, ул йокысыннан уянган. Уянгач аның бик ашыйсы килгән. Шуннан бурына шалкан исе кергән. Карасаң, якында гына тәмле шалкан койрыгы ята икән. Түзмәгән, тамагы туйганчы ашаган да ашаган койрыкны. Бер заман караса, шалқан құйрығы да юққа шыққан, өз құйрығы да қолмаған. Менә шулай, дусларым, сіз де мақтаншық тышқан хәліне қола күрмәгез тағын. Бүгінге мен сіздің білән сау болашам. Сау болыңыз.